Так, бесінші сынып оқушылары кеше екі құмырсқа илеуінен екі құмырсқа ара қашықтығы 30 километр болып, бір-біріне қарама-қарсы жүрсе деген есеп болды ғой балалар. Сол есепке мазмұндас есеп. Ара қашықтығы 50 километр екі қаладан, жылдамдықтары 90 километр сағат, көлік бір-біріне қарама-қарсы 4 сағат жүріп тоқтады. Екеуі бір-бірінен қанша километр қашықтықта тұр. Енді дәл осы есеп. Егер көліктер бастапқы орындарынан бір бағытта жүрсе, олар осы уақытта бір-бірінен қандай қашықтықта болады жерде осы уақытта болады, иә? Осы уақытта деген 4 сағат өткеннен кейін бір-бірінен қандай қашықтықта болады дейді. Бірінші жағдайда бір-біріне қарама-қарсы жүріп отыр. Екінші жағдайда бірінің соңынан бірі жүріп отыр деген. Ал осы есепті қазір шығарып тастаңыздар.